Кайырлы таң көрермен, 16 шілде дәмді тағамдар күн екен. Ендеше анықтайықша, алматылықтардың сүйікті асы не? Кеттік. Кеспе? Кеспені жақсы көресің бе? Иә. Кім әзірлеген кеспені ұнатасың? Әжем. 16 шілде дәмді тағамдар күн екен. Сіздің сүйікті асыңыз не? Бешбармақ қой, қазақ болғасын. Қандай тамақты жақсы көресің? Рожки. Кімнің дайындаған рожкиін айтсың? Маманың. Маманың дайындаған. Басқа қандай тағамдар не? Басқа сосын суши айт, потом бар. Кефсен айт, сосын болды. Бірақ бәрінен қатты рожкиін айт, Иә, иә. Мен бәрін жеп едім. Абсолютно. Все народов мира бәрі. Қазақтың тамағын айтасыз ба? Мысалы, өзі де, енді бәрі. Бізге Қуырдақ та, бесбармақ та, бәрін жеймін. сүйікті тамағымыз бешбармақ қой. Манты, қуырдақ жақсы көреміз. Сіздің сүйікті асыңыз не? Манты, Манты? Тағы қандай тағамдар не? плов, Тағы? ламан. Көп қой, тағам бәрі ұнайды негізі. Тамақ талғамаймын. Тамақ талғамаймын, бәрі ұнайды. Егер балалық шағыңыздың дәмі десем, қандай аспен байланыстырасыз? Ет, бешбармақ. Балалық шақтың дәмі десем, қандай аспен байланыстырасыз? Анамның кашасы. Балқаймақ дейтін ауылда. Балқаймақ, бауырсақ, балқаймақ деген сметана бар ғой, қолдан жасалған сметана қайнатып жібереді, кішкене соны балқаймақ деп айтады. Сонан кейін жаңағы бауырсағы, әлилердің табада жасалған лепешка дейді ғой, табанан дейді. Солар есімізде қалған, бірақ та енді сондай тапсақ кейде алып жейміз есімізге. Осы сіздің балалығыңыздың балалық.